Қайырлы күн достар, бүгін біз үй жағдайында осындай өте керемет жұмсақ пиццалар дайындайтын боламыз. Бұл пиццаның рецепті оригинал, сондықтан да видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жылы сүтіміздің үстіне қант, тұз саламыз. Бір дана жұмыртқа саламыз және де ашытқы саламыз. Ең соңында осылай сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте біздің ұнымызды салып, пиццаның қамырын илеуге кірісетін боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Артық ұн салып қоймаңыздар. Мінекей дайын болды, кішкене қолға жабысқақтау. Осылайша біздің қамырымыздың үстіне 2 ас қасық сұйық май құйып, қолымызбен барлық жеріне жағып шығамыз да, тағы да осылай біздің қамырмен жұмыс жасаймыз. Енді міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Ашытуға алып қойсақ болады. Мінекей қарасаңыздар, енді үстін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Біздің қамырымыз ашып дайын болды. Мінекей өте керемет болып көтеріліп шығыпты. Алдымен біз столымыздың үстіне осылай ұн сеуіп аламыз. Содан соң біздің жаңағы қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Әрбір бөліктері 100-105 граммнан шықты. Осы қамырдан менен 10 дана кішкентай пиццалар шықты. Мінекей енді біз осылайша противенімізге салып, бетін жауып, 5-10 минутқа қалдырамыз да, содан кейін қолымызбен осылай үстінен басып шығамыз. Мен соусына майонез бен кетчупты араластырып қолдандым. Содан соң осылай шұжықтарымызды салып шықтық. Өз қалауыңыз бойынша үйдегі бар нәрселерді салып, осылай салмасын дайындасаңыздар болады. Кез келген салма жарай береді. Ендігі кезекте қызанақтарымызды салып шығатын боламыз. Осылайша барлығының үстінен салып шықтық. Келесі бізде моцарелла ірімшігі мінекей дайын болды. Енді қызып тұрған пеште 25 минут көлемінде пісіріп аламыз. Дайын болған пиццаларымызды осылайша бөліп көрсетемін. Өте керемет болып шықты, жұмсақ. Сіздің балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде арнаға тіркеліп, комментарий жазуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Аман болыңыздар.